Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз 9-шы сынып қазақ тілі пәнінен білімді ұрпақ іргелі елдің кепілі тақырыбындағы сабақты өтетін боламыз. Оқу мақсаты 9-2-3-1 мақала құрылымы мен рәсімделу арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. 9-4-1-1 мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Пән мұғалімі қазақ тілі әдебиеті мұғалімі Атабаева Шолпан. Сабақтың оқу мақсаты мақала құрылымын, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімдерін анықтап, оның жанрлық ерекшеліктерін ажыратады. Аудио және жазба мәтіннен алынған тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай дұрыс қолданады. Білімді ұрпақ іргелі елдің кепілі тақырыбында өз ойын мақала түрінде жеткізе алады. Сабағымызда қолданатын, орындалатын жұмыстар. Топтық жұмыс. Бірінші тапсырма. Әдіс тәсілі, инсерн кестесі және талдау. Тапсырма. Оқулықтағы берілген мәнмәтінді оқулықта Омарұлының «Жүректің көзі» кітабынан қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбекпен сұхбат берілген болады. Сол мәнмәтінді тыңдап немесе оқып, мәтіннен мақала жанрына тән белгілерді кестеге түсіріңіздер деген тапсырма беріледі. Ол кесте кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұрады. Балалар сол жұмысты орындау қажет. Бағалау критерийі мақала құрылымын анықтайды, жанрлық ерекшелігін дәлелдейді. Дескриптор кестеде 3 бөлімді дұрыс көрсетеді, әр бөлімге кемінде 1 дәлел жазады және жанрлық ерекшелігін тұжырымдайды. Оқушылардың топтық жұмысы бойынша орындаған тапсырмасын ықтимал жауап инсерн кестесімен жазылған жауаптармен салыстырамыз. Екінші тапсырма жұптық жұмыс. Әдіс тәсілі сұрақ-жауап немесе диалог құру. Тілдік бағдар бойынша ауызекі стиль берілгендіктен біз түсіндірме жұмысын жасап кетеміз. Яғни ауызекі сөйлеу стилі күнделікті тұрмыста адамдардың еркін әңгімесінде қолданылатын стиль екенін, оның басты белгілері қарапайым, бейресми сөздердің қолданылуы. Мәселен, шынымен бе, иә ғой, дұрыс айтасың деген сияқты сөздердің қолданысы. Және қысқа сөйлемдердің жиі кездесуі, сұраулы лепті сөйлемдердің көп болуы, ойдың еркін берілуі, кейде сөздердің қысқартылып қолданыла алатынын түсіндіріп өтеміз. Түсіндірме жұмыстан кейін екінші жұптық тапсырма беріледі. Тапсырма. Аудио мәтіндегі сөйлемдер негізінде ауызекі сөйлеу стилінің ерекшеліктерін тауып, өз жұбыңызбен шағын диалог құрастырыңыз. Бағалау критерийі ауызекі сөйлеу стилін анықтайды, сөйлемдерді орфографиялық нормаға сай жазады және диалог құрайды. Дескриптор мәтіннен кемінде 2 ауызекі стильге тән ерекшелікті көрсетеді, диалогты жазбаша орфографиялық нормаға сай құрастырады және өз жұбымен диалогты рөлдік ойында орындайды. Жұптық жұмысты орындап болған соң, үшінші тапсырма жеке жұмыс. Жеке жұмыстың орындалу тәсілі эссе жазу. Тапсырма. Білімді ұрпақ іргелі елдің кепілі тақырыбында шағын мақала жаз. Мақала құрылымын сақтап, жазуды ұмытпа. Бағалау критерийі. Мақала құрылымын сақтайды, ойды орфографиялық нормаға сай жеткізеді, тақырыпты ашады. Дескриптор кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімді жазады, орфографиялық нормаға сай жазады, тақырыпқа қатысты өзіндік ойын қосады. Мұғалім әр тапсырмада оқушылармен кері байланыс жасап, қалыптастырушы бағаларды қойып болған соң, сабақтың соңында рефлексия жасайды. Яғни рефлексия бір ауыз сөзбен сөз әдісі арқылы білім қоржынына оқушылар стикер жазып салады. Яғни не пайдалы болды сабақтан, не қызықты болды сабақтан, немесе осы сабақтан мені әлі түсінбеген жағдайларым, мені ойландыратын жағдайларым жөнінде өз пікірлерін жазып, білім қоржынына салады. Үйге тапсырма ретінде оқулықтағы Омарұлының «Жүректің көзі» кітабынан берілген сұхбатты толық оқып келу және сұхбаттағы ауызекі сөйлеу стиліне тән кемінде 5 сөйлемді тауып жазып, оларды ресми стильге өзгертіп жазып келу тапсырмасы беріледі.